Мүмкін дәретпен, мүмкін дәретсіз оқи берсін балаңыз. Жаңыңызға тұрып айтып, бір ракат оқып кетсе де, шауып жүгіріп кетіп ойнап кете берсін. Кейін намаз біткеннен кейін барып ұрыспаңыз, неге бір ракат оқисың деп. Ой, молодец, намаз оқиды мен балам деп қызықтыра беріңіз. Кейін бір күн 2 ракат оқитын болады. Кейін бір күн до конца тұратын болады, иншалла. Кейін бір күн дәретпен тұратын болады. Солай дамытасыз ғой баланы. Қызықтырып, ойыншық беріп қойыңыз, басынан сипап, бетінен сүй, ой, мен балам машалла намазхан деп. Қазақ не дейді? Баланы ұлша тәрбиелесең ұл болады, құлша тәрбиелесең құл болады дейді. Бәрі өзіңізге байланысты, бауырлар. Сөйтіп иншалла 10 жасқа толған кезде бала дейді. Оны намазға енді қатты тұрыңдар дейді. Бұл орысша айтқан кезде переходный возраст дейміз ғой. Яғни кезең сондай. Сәбилік кезеңнен балалық шағы өтіп жатқан кезең. Сол кезде балаға кішкене әкелік қылып, енді кішкене қатылып қылу екен. Ей, сен намазхан бала емессің ғой. Сен не намазыңды бір оқымай жүрсің деп кішкене қатылып қылу керек. Бала болды. Сонымен иншалла өзінің жолына түседі. Иншалла өмір бойы намазын тастамай жүреді сол бала.